Жарасымды киім адамның ажары. Қазіргі қоғам арасында қыз балаларының бірі батысқа еліктеп, бірі араб мәдениетіне қарап киініп жүр. Десе де соңғы уақыттары ұлттық нақыштағы дүниелер көпшілікке қайта танылып келе жатыр. Ал қазақ мәдениетінде ұлттық киімді қолдану ерекшелігі оның мән мағынасы ескерілмей жатыр. Мәселен, қыз баласының бас киімі 3 жасқа дейінгі нәресте шағында ит тақия, сырма, кепеш тақия болса, 5 жастан бастап сырға тағып, шыт тақия киген. Кейін 7 жасында үкілі тақия, жүрінді бөрік кисе, 13 жасынан бастап жанатпен жиектелген қауырсын қадаған дәрежелі қарқара бөрік киген. Ал ұзатылған қыз сәукеле киіп, ана атанған соң арнайы салтпен кимешек кигізген. Қазақта кимешек киюдің де өз жөн жоралғысы бар. Мәселен, енді ана атанған жас келіншектер әдемі кестеленген түрлі түсті ою-өрнектермен, қымбат әшекейлермен безендірілсе, жасы үлкейген сайын жасына сай олар азайып қарапайымдана бастаған. Әйел бас киімінің символикалық түсі ақ түсті. Біз оны ақ жаулықтың ары ортақ, айдың жарығымен басы ағараңдап бір әйел келе жатыр деген секілді сөздерден байқай аламыз. Ақ жаулық апаларымыздың ақ ниетінің, иман жүзділігінің, кіршіксіз адам табынарлық мөлдір мінезінің де белгісі еді. Бұдан біздің байқайтынымыз қазақ мәдениетіндегі киім тек сәндік үшін ғана емес, тәрбиелік рөлді де сомдағанын аңғарамыз. Кісінің кісілігі киімнен деген сөзді осыдан шықса керек.